Қарағандыда қолжетімді баспана мемлекеттік бағдарламасынан тағы да шу шықты. Осы жолы биліктегілер жаһанға жар салып, жас отбасыларына табыстаған жаңа үйлерге су мен жарықты тартуды ұмытыпты. Кесірінен тұрғындар түйінді көрпенің ортасында отыруға мәжбүр. Ал жергілікті шенділер болса, барайып арнайы есепшот аштырмаған тұрғындарда дейді. Бұл көпқабатты зәулім үйлер қолжетімді баспана мемлекеттік бағдарлама аясында салынған. Тұрғындарды қабылдауға құжат жүзінде сақадай сай. Алайда бүгін салымшылар 3 жыл күткен кешеннің сырты бүтін болғанымен іші былыққа толы дейді. Осы үйді 3 жыл бойы күттік. Енді су мен жарықтың берілуін тағы күтіп жатырмыз. Ал ипотека төлеп жатырмыз. Мадинадан басқа тапқан таянған 3 жыл банкке берген мұнда 100-ден артық отбасы бар. Алайда олар көшіріліп әкелген жүктерін көрпе төсектерінде қолдана алмайды. Өйткені алаша төсемек түгел бір ұрттам су да жоқ мұнда. Мұны су да жоқ. Осы үйде қалай тұруға болады? Ал қонысқа беріліп, әлі адам тұрмаған үйлер талай тексерістен өтіпті. Тіпті халық қалаулылары осыдан 4 ай бұрын әр салынған жаңа үйлерге бас сұғып, ол қылықтарында бақылаған болатын. Бірақ депутаттардың ескертпелері ескерілмеген көрінеді. Мерзімінен кеш тапсырылған баспананың жыры әлі бітпей келеді. Ал жергілікті атқамінерлер бар күнәні арнайы есепшот аштырмаған кейбір тұрғындарға сырды. Салдарынан су мен жарықта кешуілдепті. Адамдармен жаңағы қызмет көрсететін коммуналдық мекемелермен шартқа отырмаған. Жалпы өздеріңізге мәлім, адам бір нәрсені қолдану үшін ол жаңағы төлемақы енгізу керек. Сыртынан қарағанда ешқандай міні жоқ баспанаға осыдан кейін тұрғындардың қашан қоныстанатыны белгісіз. Тек біраз қаңтарылып тұрып қалған соңда тағы бір жері сыр бермес екен дейді олар. Гүлназия Мирханқызы, Бақтияр Оспанов, арнайы Қазақ Ньюс үшін Қарағанды облысынан.